Мұхтар Шаханов. Әмір Темірдің соңғы өсиеті. Күш пен ақыл кімде мықты, соның даңқы ең үстем. Қиып өтіп өзен көлден, қияшыңнан еңістен, сырнайлатып, кернейлетіп Әмір Темір әскері мәрмәр қала Самарқанға оралды зор жеңіспен. Кешке таман тұс-тұсынан сансыз жарық самсаған, Көксарайдың аясына шаттық қосты қаншадам, аққу мойын әсем әндер қалықтады төбеде. Темірдің бұл жеңіс еді, көптен күтіп аңсаған. Ой сезімді айналдырып інжу тізбек алқаға, қожа Хафиз шабыттанып жыр оқылды ортада. Әмір Темір қанаттана жырға балқып шоқтанып, арайланған жанарында шоқтай қызу от жанып, неткен асқақ сұлулық бұл, неткен жомарт сезімдеп, қайта-қайта басын изеп, қолын соқты шаттанып. Кенет біреу алға шығып, бірді өзіне жиынды, ханға қарап қалбаң қағып бірнеше рет иілді. О кемеңгер қасиетім, ұлылардың ұлысы, даңқымыздың көз басшысы, құдіретті тынысы, сізсіз күллі Азияның біткен емес бірісі, сізден асқан данышпан жоқ. Егер біреу бар десе, оның сөзі сіздегі ұлы парасаттың інісі. Тіпті әлемде сізбен қатар қоя алмаймыз ешкімді. Дұрыс, шын сөз хан жасасын деген қоштау естілді. Қай кезде де сом алтынның қадірі жоқ қолдағы, деп әлгі адам әңгімесін әрі қарай жалғады. Шын өнердің мәнін білер, сөздің сәнін дәмін білер, талғамыңыз тағы мені таң қалдырды алыбым, сізді барлап өлең сөздің құдіретін таныдым. Өнегеңіз ғасырлардан ғасырларға көшеді, өзіңіздей көсемі бар елдің бағы бес елі. Тоқтады оғар, сарапталық, сенде мені жетесіз, сөзбен арбап мақтау жолын меңгеріпсің қатесіз. Бір күшейсе өткел бермес тоғышарлық індеті, әр адамның тірліктегі зор замани міндеті. Саф өнерді ардақ тұту және терең түсіну, жан байлығын есепке алмау, босқа көкіп ісіну, халқымыздың ұлы рухын бедел парқын түсіру. Тек қарынға билік берсек мына ғалам не болмақ? Онда ізгілік өзендері ақпай қалар табандап. Қашыр озып тұлпарлардың мерейі ақсап, шабандап, қарға біткен қарқылдасып қырандарды жамандап, биікпенен аласаның шекарасы жоғалмақ. Тұс-тұсынан мақтау сөздер құлағанмен көшкін боп, әлі күнге жағымпазын жазалаған ешкім жоқ. Диірменнің айналған соң жалғандықтың желімен, басқарнаға түсіруге міндеттімін сенімен. Сәл ойланып, кімсің өзің, мақсатың не, деді хан. Арқашанда орын ашқан сізге жүректерінен, Қорасанның хакімімін, құттықтауға келіп ем. Жалған хакім, жалған таудың даңқы жермен теңессін. Бар қайта бер, Қорасанға енді хакім емессің. Ұлағатты ұлы ханым, күн келбетім кеңісім, мұныңыз тым ауыр жаза болмас бекен мен үшін. Шетке қағу өзгеңізге шын берілген хакімді тазылтпай ма сіздегі ұлы жомарттықтың өрісін? Міне, сын сағатта санан қалай бұлдыңдар, қырдың қызыл түлкісінде алдап кетер тұрқың бар. Жанарымды тұздай етіп, өтпей жүрген қыздай етіп, көзсіз мақтап беделімді асырдың ау тауданда. Сен жаныңнан табылар мен, бастан бағым алғанда. Ондай шақта жалт бұрылып кетеріңе дау бар ма? Мадақ сөздер төбесіне қарша борап жауғанда, елтпейтін башының тым аз боларын білесің, сондықтан сен қатерлісің жасырынған жауданда. Билік деген қалың елдің көз қадайтын алаңы, мені жиі жөнсіз мақтау салтқа айналып барады. Кейбір қулар шектен шығып тіпті теңеу таппауда. Жалған жыршы, жалған ақын, желпи келіп жел қанатын. Бұдан бұлай ерік берсе әділетсіз мақтауға, сол сәттен ақ бұйырамын қатал ауыр жазаға. Әділетті жаза барда ғаділетті ел азама. Таразылар уақыт кейін, кім бұрқ еміп, кім мықты, тек әділсін ел тірегі. Жалған мақтау өлтіреді әміршінің санасына сығалаған шындықты. Ал бұл жұртқа келеді қанша қайғы қасірет, құнсыз етіп мерей көгін, жағымпаздың көбейгенін ұғу керек, туар жаңа қасіреттің басы деп. Мың намысы жағымпаздан құлдықұра құлаған, артық маған қасқа еккеп шындықты айтқан бір адам. Енді шындық менің мына билік құрған өлкемде, ізгілікпен жұптасады, нық басады ертеңге, деп әмірші жігер жүзген жанарына бақ жанып,
жанған бақпен шығып кетті қалың жұртты қақ жарып. Содан бері қанша жатты санау таудың басын қар, сан гүлденіп сан қуарып, әмір темір даңқын алып, жұмыр жердің кеудесінен ұшты дүлей ғасырлар. Бас қолбасшы Самарқанның бас көшесі бойында ескерткіш боп биіктеп тұр, берілгендей пайымға, берілгендей уайымға. Ғасырында есепсіз көп қан төккені жайында, бірақ ұлым бір мінезді салт еткені жайында, мән бәйтерек әлденері сыбырлайды қайынға. Ханның соңғы өсиеті, сөзге айналған қасиеті, 600 жыл өткен соң, кәне кімнің ойында? Бір жас жігіт мінбеде тұр, сырт көзге тым ақылды, қосатындай көңілімен алыспенен жақынды, қалбақтады, жалбақтады, арыстан қып ардақтады, данышпан қып салмақтады, ескерткішті орнатуға бұйрық берген хакімді. Сәлден кейін хакім оны өз қасына шақырды. Нақ сол тұста оң қанаттан, парасаты самға баққан, өзенінен гүл көктеген, темір аса құрметтеген Қожа Хафиз өлеңдері жаңғырыға оқылды. Ой салар деп сеніп едім талай жаңа кескінге, ұлы жырға бірақ назар аудармады ешкімде.